Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен аяқтың ұшымен жүретін балаларға арналған массажбен бөліспекшімін. Балалар не үшін аяқтың ұшымен жүреді? Ол ахилл сіңірінің гипертонусынан болады. Ахилл сіңірі балтыр бұлшықеттері мен табан бұлшықеттерінің бір-біріне байланыстырып тұрған үлкен сіңір болып табылады. Сол үшін балтыр бұлшықеттерін және табанды және ахилл сіңірін уқалау арқылы сол гипертонусты босататын боламыз. Біріншіден баланың аяғын уқалап жылытып аламыз. Одан кейін балтырға массаж жасаймыз. Екі қолмен немесе бір қолмен де жасасақ болады. Сосын ахилл сіңірінің өзіне массаж жасаймыз. Осылай уқалау арқылы. Сосын табанның жанына, сосын табанның өзіне массаж жасап уқалайтын боламыз. Табанға 8-дікті саламыз, 6-лықты саламыз, 7-лікті саламыз. Сосын табаннан саусақтарға қарай жеке-жеке тарамдар жасап массаж жасайтын боламыз. Әр саусақты жеке-жеке уқалап, олардың араларында жеке-жеке уқалап массаж жасаймыз. Артынан гимнастика жасаймыз осылай. Егер видеом пайдалы болып ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.